Сәлеметсіздер ме, құрметті педагогикалық идеалар фестивалі байқауына қатысушылар. Менің сіздерге алып келіп отырған педагогикалық жобамның тақырыбы Умайдара платформасы арқылы бекіту тапсырмаларын әзірлеу. Мен Алмаз мектеп бөбекжай балабақша кешенінің педагог сарапшы информатика пәнінің мұғалімімін. Қатысатын бағытым шеберлік палитрасы. Бұл педагогикалық жоба аясында Умайдара онлайн платформасының мүмкіндіктерін пайдалана отырып, бекіту, қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын құрастырудың қадамдары және де практикалық жұмыстардың үлгілері көрсетілген. Аталған платформаны кез келген пән мұғалімі өзінің жұмысында геймификация әдісі, яғни ойын арқылы оқыту әдісін қолдана отырып, сабақтарын қызықты ете алады. Педагогикалық жобаның негізгі мақсаты платформа мүмкіндігінің аясында дайын жинақтарды немесе үлгілерді пайдалана отырып, бекіту, қалыптастырушы тапсырмаларын әзірлеу. Өзектілігі тақырыптық практикалық тапсырмаларды орындата отырып, оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарын арттыру, сабақты тиімді жоспарлау. Міндеттері геймификация, яғни ойын арқылы оқыту әдісі арқылы оқушылардың танымдық қабілеттерін арттыру, сабақты жоспарлауда тиімді әдістерді қолдану. Зерттеу әдістері 7-ші сыныпқа информатика пәнінен бекіту тапсырмаларының үлгілерін құрастыру. Педагогикалық жобаның мазмұны 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім кіріспе, екіншісі негізгі бөлім. Негізгі бөлімде Умайдара платформасы арқылы бекіту тапсырманы әзірлеу қадамдары көрсетілген. Екінші тармақшасында 7-ші сыныпта информатика пәнінен дайындалған тапсырма үлгілері көрсетілген. Үшінші қорытынды, төртінші пайдаланылған әдебиеттер тізімі. Онлайн платформалар білім беру процесін жеңілдетіп қана қоймай, бұл оқу тиімділігін арттырады. Яғни сабақта ақпараттық коммуникациялық технологияны активно қолдану мынадай дағдыларды дамытады. Оқуға деген ынтасын, қызығушылығын арттырады, яғни оқушының шығармашылық пен сын тұрғысынан ойлауын дамытады, ақпараттың үлкен көлеміне қол жеткізеді, ақпараттық коммуникациялық дағдыларын дамытады. Мен таңдаған Умайдара қосымшасы бұл білім беру ойындарын жасауға арналған конструктор болып табылатын онлайн платформа. Бұл ұсынылған педагогикалық жобамда 7-ші сыныпқа информатика сабағында платформаны пайдалануды қарастырамыз. Умайдара бағдарламауды қажет етпестен ойындар жасауға мүмкіндік беретін интерфейсті ұсынады. Негізгі бөлімге келетін болсақ, бұл Умайдара көпжылдық тәжірибеге негізделген онлайн қашықтан оқыту жобасы, дидактикалық ойын құрастырушы. Бағдарламау туралы ешқандай білімді қажет етпей-ақ ойын құрастыра беруге болады. Яғни тек қана информатика пән мұғалімдері ғана емес, басқа да пән мұғалімдері бағдарламалау білімі жоқ болса да ойын құрастыра алады. Умайдара платформасында бекіту тапсырманы әзірлеу қадамдарына келетін болсақ, бірінші жүйеге кіру қадамы, бұл яғни Google аккаунтыңыз арқылы тіркелесіз. Екінші прототипті табу қадамы деп отқанымыз шаблон, яғни үлгіні таңдау. Сол үлгіні таңдағаннан кейін ойынды өңдеу қадамына барамыз. Яғни сыныпты таңдайсыз, пәніңізді таңдайсыз және де тапсырмаларыңызды осы жерде енгізесіз. Жариялау қадамына келетін болсақ, бұл жерде яғни жасап болған ойыныңызды жариялау қадамында жүктейміз. Бұл жерде платформа сізге тапсырмаларын жеткіліксіз болса, қайтадан қосыңыз деген сияқты команда беріп тұрады. Кез келген платформаны алған кезде оның артықшылығы мен кемшілігі болады. Яғни бірінші артықшылығына тоқталатын болсам, пайдаланудың қарапайымдылығы. Яғни бағдарламалау дағдыларынсыз ойынды жасауға мүмкіндік береді. Ойын түрлерін алуан түрлі, яғни викториналар, басқартқыштар, кроссвордтар, сүйреп апаратын ойындар және де ақиқат, жалған секілді үлгілері бар. Бейімделу ойындарды әртүрлі жас топтары мен пәндеріне байланысты бейімдеуге болады. Дайын ойындардың кітапханасы, яғни дайын ойындардың болуы сіздің ақшаңыз бен уақытыңызды үнемдейді және де өзіңіздің ойыныңызды құрастыруға мол шабыттандырады. Мотивацияның артуы. Ойындар оқу процесін жасайды, ал оқушылар қызығады және де ынталанады. Дағдыларды дамытуға келетін болсақ, дидактикалық ойындар оқушыны есте сақтау, зейінін шоғырландыру, логикалық ойлау дағдыларын дамытады. Оқытуды даралау. Ойындарды әр оқушының немесе сыныптың білім деңгейіне және де қажеттіліктеріне бейімдеуге болады. Енді кез келген платформа алған кезде оның артықшылығы мен кемшілігі қатар жүреді. Кемшілігіне келетін болсақ, құны, яғни кейбір платформа мүмкіндіктері тек ақылы нұсқасында қолжетімді болуы мүмкін. Екінші, бақылау қажеттілігі. Мұғалім ойынның тиімді оқыту құралы болу үшін оны пайдалануды бақылап отыру керек. 7-ші сыныпқа информатика пәнінен дайындалған тапсырма үлгілерін назарларыңызға ұсынып отырмын. Яғни бірінші ақпараттық өлшемділіктері деген параграфта осындай дайын үлгі бар. Яғни бірінші көріп тұрғандарыңыздай жаңағы логотип, бұл жерде шаблон үлгісі көрсетілген. Екінші, стартты басқан кезде деңгейге байланысты тапсырмаларды орындайды. Бірінші деңгейден оқушы өтпей қалған жағдайда қайтадан ойын басынан басталады.
осындай сұрақтар болады, мысалы бір байтта неше бит бар деген сияқты. Одан кейінгі суретті көріп тұрғандарыңыз, яғни деңгейдің барлық тапсырмаларын орындап алға қарай жүру қадамы, яғни ең соңғы ойынды болғаннан кейін оқушының деңгейіне байланысты, яғни қанша уақытта орындады, қанша ұпай жинады, қай деңгейден өтті, барлығын көрсетеді және тырысып көр, яғни бұл іште орындалған жұмыс деп айтуға болады. Тырысып көр дегеніміз қайтадан орындаңыз деген. Бұл жерде жарайсың, дайындал деген сияқты командалар беріледі. Мына жерде сілтемеге қарап отырмын. Осы сілтемеге кіріп осы шаблонды көрсеңіздер болады. Екінші, 6-шы параграфта компьютерлік желілер және олардың жіктелуі деген тақырыпта оқушылардың орындаған жұмысын салып отырмын. Бұл жерде жарайсың, яғни оқушылар бұл параграфты 5-ке меңгерді деген сөз. Енді практикалық негізгі бөлімнің екінші тармақшасы бұл құрастырылған тапсырма үлгілері, яғни бұл нені құрастырған жұмыстарын бана айтқандай мұғалім өзі бөлім бойынша немесе пән бойынша ойындарын құрастыра алады. Бұл менде бірінші бөлім бойынша бекіту тапсырмалары, яғни мына жерде көріп тұрғандарыңыздай автор Айбар Асқарқызы деп шығып тұр, яғни мен құрастырдым. Мына жерде бекіту тапсырмалары мінекей информатика және алгоритм, коммуникациялық технология деген тақырыпқа байланысты осы бөлім бойынша бекіту тапсырмаларын басқа пән мұғалімдері қолдана алады. 6 және 12 жасқа дейін жас аралығында оқушылар орындай алады және де 10, яғни упражнение деп тұр, 10 жаттығу тапсырмасы салынған. Осы сілтемеге кіріп менің осы жұмысымды көре аласыздар. Екінші, желі және қауіпсіздік бөлімі бойынша бекіту тапсырмалары. Мұнда да көріп тұрғандарыңыздай авторы көрсетілген кім екендігі, 4 жаттығу берілген, 6-12 жас аралығында оқушыларға арналған және де мына жерде көріп тұрғандарыңыз жаңағыдай прототип деп айтып өттік қой, сол шаблон үлгісі, осы үлгідегі шаблонға мен жасадым осы бөлім бойынша бекіту тапсырмасын. Қолдануға келетін болсақ, бұл Умайгра платформасы тек сабақта ғана емес, сабақтан тыс шараларда, апталықтарда, іс-шараларда оқушылардың қызығушылығын арттыра отырып, әртүрлі бағытта қолдануға болады. Яғни, мана көргендеріңіздей жобаның басында айтып кеттім, менің бір міндетім осы геймификация, ойын арқылы оқыту әдісі арқылы оқушылардың танымдық қабілеттерін арттыру міндетіне сәйкес оқушылар төмендегі жетістіктерге жеткен болатын. Компьютерлік сурет байқауында Айбар Асқарқызы 2-ші орынға ие болды. Ақтота республикалық байқауында Басурманова Аяжан және Барақбаева Аружан 1-ші орынға, біреуі 3-ші орынға қол жеткізді. Одан кейін көріп тұрғандарың зерттеу жобасында оқушы Болатова Айкөркем 3-ші орынға ие болды. Одан кейін 10-шы сынып оқушысы Сүйіндік Мұхамед аудандық ауыл олимпиадасынан 1-ші орын алып, облыстық сертификатпен марапатталды. Және де оқушым Қоғланды Ерназ ауыл олимпиадасынан 2-ші орын алып, облыстық дипломмен марапатталды. Одан кейін өзімнің жетістіктеріме келетін болсам, сапалы білім, сапалы сабақтан артық сабақтар байқауында 3-ші орынға ие болдым. Мына жерде педагогикалық идеялар панорамасы байқауында цифрлық сауаттылық бөлімінде қатысушы сертификатына ие болдым. Педагогикалық идеялар панорамасы аудандық байқауында 3-ші орынға ие болдым. Digital School қашықтан бейне сабақтар байқауда 3-ші орынға ие болдым. Және де Назарбаев зияткерлік мектебінде өткен ғылыми конференцияда өзімнің іс тәжірибеммен бөлісіп, алғыс хатқа ие болған болатынмын. Жалпы педагогикалық жобамды қорытындылай келе, бұл Умайгра бірқатар артықшылықтары бар дидактикалық ойындарды құрастыру құралы. Дегенмен платформа мүмкіндігін пайдалану үшін оның кемшіліктерін ескеру қажет. Осылайша біз бұл қосымшаның сабақтарды өткізудің сапалы және тиімді әдісі екенін анықтадық. Умайгра қолданбасын пайдалану сабақтарда жаңа материалды тез меңгеруге, өткен тақырыпты қайталауға көмектеседі, ал мұғалім сабақты көбірек қызық етеді және де оқушыларды тез және тиімді бағалайды. Яғни сіз оны бағалауды есептеп отырмайсыз, жоба платформа өзі шығарып береді сізге. Умайгра бұл мұғалімдерге пайдалы құрал дегенмен платформа мүмкіндігінше тиімді пайдалану, білім беру мақсаттарыңызға жету үшін оның шектеулерін де ескере отыру керек. Яғни бұл Умайгра платформасы тек информатика пән мұғалімдері ғана емес, кез келген пән мұғалімі өзінің сабағын қызықты етуге қолдана алады деп есептеймін. Назарларыңызға рахмет. Мына жерде мен сілтемені көрсетіп отырмын. Осы сілтемеге кіріп өзіңіздің ойындарыңызды жасай аласыз. Көмек қажет болса осы номерге маған шығуларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.